Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай жасалатын қарапайым пирогтың рецебі. Қамыры нәзік үгітіліп, ал салмасына таңқурай мен қаймақ қосып жасаймыз. Пирог расымен де өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Алдымен қамырын жасаймыз. Бірінші ұнымызды електен өткізіп, оған шым-шым тұз саламыз. Қамырымыз өте жақсы шықсын деп, оған қант ұнтағын қосамыз. Бір шай қасық толтырмай қопсытқышты қосамыз. Құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Тоңазытқышта тұрған майды қосамыз. Қолымызбен осылай крошка жасаймыз. Бір жұмыртқаны салып, қамырымызды біріктіріп, нан илейміз. Қамырды жылдамырақ илейміз, өйткені қолымыздың жылуымен май еркетпеу керек. Қамырымызды тоңазытқышқа қойсақ та, қоймасақ та болады. Жаңағы май бізде тоңазытқышта тұрғандықтан нанымызды мен сол арада да илей беремін. Дөңгелектеп формаға келтіріп, нан жаямыз. Жалпы осы рецепт 26 сантиметрлік формаға арналған, мен бүгін 24 сантиметрлік формада жасай беремін. Қамырымызды формаға орналастырып, қолымызбен жөндеп түзеп жібереміз. Жидек пирог болғандықтан, жидектің кез келген түрі болады. Мен бүгін таңқурайдан жасаймын. Мейлі ол мұздатылған болса да, жаңа піскен болса да айырмашылығы жоқ. Бетіне құятын сұйықтығын дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа және 100 грамм қант саламыз. Венчиктің көмегімен немесе шанышқымен жақсылап араластырамыз. Менде мұздатылған таңқурай жазда қысқа деп сақтап қойғанмын. 10 шақты бөлігін таңқурайдың алып қаламыз. Сұйықтығын біркелкі етіп үстінен құямыз. Жаңағы алып қалған 10 шақты таңқурайды әсемдік үшін үстінен қойып шығамыз. Пештің асты үстін қосып 180 градусқа қыздырамыз. 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Қараңыздар, пирогымыз өте әдемі, тәбетті ашып тұр. Енді толық суытып, дәмін көре берсеңіздер болады. Қамыры үгітіліп, салмасы нәзік болып шықты. Сіздерге сәттілік тілеймін.